Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам үйде намаз оқып тұруға қызықтырған. Бұға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның феили жана қаули сүннеттерінен дәлелдер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам парыз намаздарды мешітте оқығаннан кейін үйде дағы сүннет намаздарды оқып тұрған. Бұға дәлелдер бар, хадистерде келеді. Абдуллах ибн Умардан риwayat қылынған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Саллу фи буютикум ва ла таттахизуха кубуран». Сілер үйіңерде намаз оқып тұрғыла, жана үйіңерді қабырстанға айландырып қойғыла дейді. Бұл хадистен мақсат сүннет намаздар, нафил намаздар үйде оқылғаны жақсы екен. Эми парыз намаздар мешітке шығылып оқылуысы керек, әлбетте. Қабырстанда намаз оқуға болбойды. Мынау ушул хадиске лайық тахаджуд, нафил, сүннет намаздарды үйде оқып тұру керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам башқа бір хадисінде айтады: «Иза қада ахадукумус салата фи масжидих». Сілердің біреуіңер мешітінде парыз намазды өтеген болса, намазын оқыған болса, «Фалияджал ли бейтихи насибан мин салатих, фа инналлаха жа'инун фи бейтихи мин салатихи хайран». Сілерден біреу намазды мешітте оқыған болса, парыз намазды, намазынан насип алып қойсын үйіне дейді. Парызды мешітте оқығандан кейін намазынан үйге алып қойсын дейді. Ошонда Аллах Таала анын намазы себеп үйіне жақсылық береді, береке береді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Куртуби рахимахулла айтады: эмне жақсылықтар бар егер пенде үйінде намаз оқып тұрса. Аллах Тааланың зикри менен үй абат болады, периштелер келеді, үйдөгүлөргө истигфар айтылады, жана сооптор болады, береке болады, тынчтык болады, шайтандар үйдөн качат. Мына ушундай жакшылыктар бар экен. Үйдө намаз эгер пенде окуй турган болсо, нафил сүннет намаздарды. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисте Заид ибн Сабит риwayat кылган хадисте: «Саллу айюхан нас фи буютикум». О адамдар, үйүңөрдө намаз окуп тургула. Fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi illa as-salata al-maktubata. Kişinin en afzal namazı parzlardan keyin. Бұл үйде оқылған намазы дейді. Бұл орында нафил намаз туралы айтылып жатады. Кечкіwi, түнкіwi айырмасы жоқ нафил намаздар. Таравих намазы туралы эми сөз бар. Мешітте оқылған жақсы дейді кейбір алымдар үйде оқылғаны жақсы дейді. Аллах алам бұл маселеде ишкенен. Ошондуктан нафил намаздарды, сүннет намаздарды үйде оқып тұру әлбетте көптөгөн берекелерге, жақсылықтарға себеп болады екен. Эми үйдө намаз оқыса, сүннетке амал кылган болот, риядан алыс болот, ықлас менен оқыган болот.